Сәлеметсіздер ме білімгерлер. Бүгін бізде экономикалық теория негіздері пәні. Бүгінгі өтетін сабағымыздың тақырыбы мемлекеттің экономикадағы рөлі деп аталады. Сіздермен бірге оқытушы Укленова Қаршыға Идиловна. Бүгінгі сабағымыздың мақсаты экономиканы мемлекеттік реттеу, қоғам дамуының өзгеру жағдайында дағдылану мен әлеуметтік экономикалық процестерді тұрақтандыруға бағытталған құқықтық және бақылау шараларының жиынтығы екендігін түсіндіре отырып, экономикадағы мемлекеттің рөлін қарастыру болып табылады. Бүгінгі тақырыпта өтетін сұрақтарымыз: бірінші, мемлекеттің рөліне теориялық көзқарастар. Екінші, нарықтық экономикадағы мемлекеттің экономикалық қызметі. Үшінші, нарықты реттеу тәсілдері. Бағалау критериялары өздеріңізге белгілі. Сабаққа қатысу, өз пікірін білдіру, үй тапсырмасын орындау, сабақтағы белсенділік, ғылыми көзқарастарын білдіру, материалдарды толық меңгеру критерияларымен бағаланасыздар. Сабағымызды бастамас бұрын өткен сабаққа шолу жасап, мынандай сұрақтарға жауап берейік. Баға дегеніміз не? Баға қандай қызметтер атқарады? Бағаның қандай түрлері болады? Бөлшек баға және көтерме бағаның айырмашылығы неде? Әлемдік бағаларды қалай түсінесіз? Ары қаратай лекциямызды жалғастыратын болсақ, бұдан 225 жыл бұрын Адам Смиттің «Халықтар байлығының табиғаты мен себептерін зерттеу» деген еңбегі жарық көрген. Онда ол «мейлі бәрі өзінше жүрсін» тезисін жариялады. Мемлекет нарықтық экономикаға араласпау керек, бірақ ол түнгі қарауылдың, яғни күзетшінің рөлін атқарып, жалпы тәртіпті қамтамасыз етеді делінген. Бұл уақыттың ішінде мемлекеттің рөліне әлденеше рет теориялық көзқарастар өзгерді. Джон Мейнард Кейнс 1936 жылы шыққан өзінің еңбекпен қамту, өсім мен ақшаның жалпы теориясы деп аталатын еңбегінде мемлекеттің экономикаға араласуының қажеттілігін айтты. Ол экономиканың дағдарысты, жаппай жұмыссыздықтың тууын ескеріп отыруы керек. Алайда мемлекет Кейнстің кеңесін тыңдай отырып, экономикалық қызметтерден бас көтере алмай, жаңа міндеттерді шеше алмады. Батыс елдерінде 70-ші жылдардың ортасында тағы да экономикалық дағдарыстар келді. Осы толқынның арқасында Джон Мейнард Кейнстің көзқарасын жоққа шығаратын тұжырымдар пайда бола бастады. Олар нарықтық экономикаға мемлекеттік араласпау идеясын дәріптеді. Бұл тұжырымдар неоклассикалық деп аталды. Оның авторлары неміс экономисі Фридрих Август фон Хайек және американ экономисі Милтон Фридман және тағы да басқалары болды. Нарықтық экономикаға мемлекеттің рөлі жайлы аралас экономиканы жақтайтындар басқа көзқараста болды. Американ экономисі Гэлбрейт салмақтылық күш теориясын ұсынды. Оның айтуынша, еркін нарықтық экономикада реттеу механизмі жоқ, ал оның орнын салмақтылық күшке алдыменен мемлекетті жатқызады. Мемлекеттің араласуының басты мақсаты экономиканың дұрыс қызмет атқаруы, дағдарысқа қарсы бағдарламалар, әлеуметтік инвестициялау, мектеп, аурухана, жол салу, тағы да басқа көмектер жасау. Басқа да белгілі американ экономисі аралас экономика теориясының өкілі Пол Самуэльсон былай деп айтқан: біздің экономикалық жүйе еркін кәсіпкерлердің аралас жүйесі болып табылады. Себебі экономикалық бақылау қоғам тарапынан жүзеге асады деген. Әртүрлі экономикалық жүйедегі мемлекеттің экономикалық рөлі жайлы теорияда Карл Маркс пен Владимир Ильич Лениннің еңбектері де терең қарастырылған.
Лениннің жаңа экономикалық саясат негізінде 1921 жылы Ресей экономикасына нарықтық қатынастарды ендіру кезіндегі мемлекеттің рөлі жайлы ойлары өте құнды болды. Жаңа экономикалық саясат еркін сауданы ендіруді межелеп, жаңа жағдайдағы мемлекеттің рөлін анықтады. Нарықтық экономиканы терең зерттеген ағылшын экономисі Джон Мейнард Кейнс, Рой Харвуд және Робинсон, американ экономисі Хансен болып табылады. Осы жағдайларды ескере отырып, енді мемлекеттің экономикалық қызметін қарастырамыз. Мемлекет пен нарықтың өзара қатынасы нарықтық қоғамда маңызды мәселенің бірі. Себебі экономикалық жүйеде мемлекет ерекше қызметтерді атқарады. Экономиканы мемлекеттік реттеу жүйесі ұзаққа созылған эволюцияның жемісі. Экономиканы мемлекеттік реттеу түрлері мен тәсілдерін жасауда дүниежүзілік экономикалық дағдарыстар, әсіресе 1929-1933 жылғы ұлы депрессия аталған әлемдік экономикалық дағдарыс ерекше рөл атқарады. Бұл жағдайда мемлекет өзіне бірқатар қызметтерді алуға мәжбүр болды. Сөйтіп, нарықтық экономикаға мемлекеттің араласуының шекараларын іздеді. Кез келген елдің экономикалық жүйесіндегі мемлекеттің рөлі оның қызметтері арқылы байқалады. Экономикалық қызметтің түрлері өте көп, сондықтан оны топтап блоктарға біріктіру қажет. Енді осы топтауды қарастыратын болсақ, біріншіден, нарық жағдайында мемлекет мына қызметтерді өз мойнына алады. Стратегиялық, экономикалық, құрылымдық, техникалық, әлеуметтік, демографиялық болжау мен жоспарлау. Екіншіден, мемлекет иығына мемлекеттік кәсіпкерлік қызметті жатқызады. Ол қоғамға қажет мемлекеттік кәсіпорын мен өндірістік және әлеуметтік инфрақұрылымдарды жасайды. Мысалға, олар темір жол, жолдар, трассалар, каналдар деген сияқты тағы да басқалар. Үшіншіден, нарықтық жүйе қалыпты қызметін қамтамасыз етеді. Сатып алушы мен кәсіпкер мүддесін қорғау, стандарт қызметін құру, бәсекені қолдау. Төртіншіден, мемлекет дағдарысқа қарсы саясатты жасаумен өткеру қызметін атқаруда бюджет саясатының көмегімен ұлттық табысты үлестіру арқылы жүргізеді. Бесіншіден, мемлекет тұрғындарды әлеуметтік қорғау қызметтерін өзіне алады. Мысалы, оларға оқушылар, зейнеткерлер, студенттер, мүгедектер, көп балалы аналар, отбасылар жатқызылады. Экономиканы мемлекеттік реттеу, мемлекет әлеуметтік экономикалық жүйеге ықпал ету мақсатымен өзінің түрлі деңгейіндегі институттары арқылы жүзеге асыратын заңнамалық, әкімшілдік, экономикалық сипаттағы шаралардың жүйесі. Ол ұлттық экономикадағы жағдайға және әлемдік шаруашылықтың даму үрдісіне талдау жасау жолымен әзірленетін белгілі бір мемлекеттік саясатқа негізделеді. Мемлекеттік реттеудің мақсаттары негізінен 6 түрге бөлінеді. Бірінші, экономикалық өсу және даму. Екінші, толық және тиімді жұмыспен қамту. Үшінші, экономикалық тиімділікке жетуге бейімделу. Төртінші, бағаның тұрақтылығы. Бесінші, шығындардың әділетті бөлінуі. Алтыншы, елдердің сыртқы экономикалық тепе-теңдігін сақтау. Нарықты реттеу негізінен 2 түрге бөлінеді: тікелей реттеу және жанама реттеу. Тікелей реттеуге экономиканы дамытудың стратегиялық мақсаттарын айқындау, өнімдердің түрлерін жеткізуге, қызметтерді көрсетуге мемлекеттік келісім шарттар, бағдарламалар мен тапсырмалар, келісім шарттарын мемлекеттік қолдау,
өнімдер мен технологияларды сертификаттауға қойылатын нормативтік талаптар жатқызылады. Ал жанама реттеуге салық салу деңгейі мен салық жеңілдіктерінің жүйесі, бағаларды реттеу, олардың деңгейі мен арақатынасы, ресурстар мен несие үшін проценттер, несие жеңілдіктері, экспорт және импорт, кедендік реттеу, валюта бағамдары, айырбастау шарттары жатқызылады. Экономиканы мемлекеттік реттеудің негізгі әдістері үш түрден тұрады: құқықтық реттеу, әкімшілдік реттеу, экономикалық. Құқықтық реттеу мемлекеттің тарапынан өндіруші фирмалар мен тұтынушылар үшін экономикалық қызмет тәртібінің белгіленуі жатқызылады. Бұл жерде заң нормалары және ережелер жүйесі, меншік формалары мен келісім шарттар жасау мен фирманың қызмет ету шарттарын кәсіподақтар мен реттеу қарастырылған. Әкімшілдік реттеу бұл лицензиялау, квота белгілеу шаралары. Яғни қазіргі кезде көбіне әкімшілдік реттеу қоршаған ортаны қорғау шараларымен айналысады. Үшінші, экономикалық. Нарықтық қатынастардың сипатына және ұлттық экономиканың шеңберінде нарықтық ортаға ықпал жасауға талап етеді. Бұл жиынтық сұранысқа, жиынтық ұсынысқа, капиталдың шоғырлану дәрежесіне әсер ету арқылы реттеу шараларын жүргізеді. Мемлекеттік реттеуді ұйымдастыруды қарастыратын болсақ, мемлекеттік билік бұл жерде төртке бөлінеді. Бірінші, экономикалық саясат, екінші, әлеуметтік экономикалық мақсаттар, үшінші, халық шаруашылығының мақсаттары, төртінші, экономиканы реттеу. Экономиканы реттеу, мемлекеттік реттеу және нарықтық реттеу болады. Сонымен қатар, экономиканың бөлімдері макроэкономика және микроэкономика экономиканы реттеудің бір бөлімдері болып табылады. Осы арқылы мемлекеттік реттеуді ұйымдастырылу жүргізіледі. Негізгі экономикалық реттеудің құралдары төртке бөлінеді: фискалдық саясат, ақша несие саясаты, бағаны және табысты реттеу саясаты және әкімшілдік реттеулер болып бөлінеді. Мемлекеттік реттеу саясатының түрлері: мемлекеттік фискалды саясат, ғылыми-техникалық саясат, амортизациялық саясат және инвестициялық саясат болып табылады. Қорытындылай келе, экономиканың қандай даму формасы болмасын, мемлекеттік реттеудің қажетті екендігіне көзіміз жетті. Экономиканы мемлекеттік реттеу әр елде, әр деңгейде жүргізілгенмен, қазіргі кезде аралас экономикалық дамуда міндетті түрде экономикалық реттеу жүргізіліп отыр. Экономиканы мемлекеттік реттеу өз кезегінде экономиканың маңызды және қолдауды қажет ететін салаларын мемлекеттік қолдау арқылы ұлттық экономиканың негізгі көрсеткіштері мен туындап отырған экономикалық мәселелерді реттеуді жүзеге асырады. Үйге тапсырма. Экономист ғалымдар арасында мемлекеттік реттеу ұғымын анықтау жөнінде пікір қайшылығы бар ма? Экономиканың мемлекеттік реттеусіз дамуы мүмкін бе? Нарықтық реттеудің қандай тәсілдерін мемлекет қолданады? Міне осы аталған сұрақтарға жауап береміз. Назарларыңызға рахмет. Келесі кездескенше сау болыңыздар.